Талдықорғанда Айзат Жұманованың өліміне қатысты сот жалғасып жатыр. Онда әйелді ауруханаға жеткізген кездегі жан түршігерлік жағдай түсірілген бейне жазба көрсетілді. Кадрда марқұмның ес-түссіз арбада шалқасынан жатқаны көрініп тұр. Кейін күйеуі Айбар Жанболат оны маңдайынан сүйіп кетеді. Сосын дәлізде марқұмның енесі пайда болып, ұлы екеуі Айзаттың аяғын уқалап, басын қозғалтып, бетін шүберекпен сүртеді. Бүгін сотта марқұмның күйеуі айыпталушы жауап берді. Келіншектің жақындары болса, істі қайта саралауға қол жеткізгісі келеді. Олардың пікірінше мұндай аса қатыгез кісі өлтіру үшін жаза ең жоғары деңгейде болуы тиіс. Қазір іс 99 баптың бірінші бөлігі бойынша қаралып жатыр. Айырмашылығы мынада. Бірінші нұсқа бойынша кінәсі дәлелденсе, айыпталушы 8 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Ал екінші бап бойынша жаза әлдеқайда ауыр, 15 жылдан 20 жылға дейін. Процеске тәуелсіз сот медициналық сарапшысы Тахир Халимназаров қатысты. Ол бұған дейін Салтанат Нүкенова мен Шерзат Болаттың өліміне қатысты істерде сотта сарапшы болған. Бүгінде Жұманованың нақты неден қайтыс болғанын айтты. Жарақаттардың бәрі көбісі адам тірі кезінде алынған, аяғында, қолында бір сүрілген із бар. Ол енді өлгеннен кейін түскен жарақаттар деп есептік. Өйткені тірі кезінде алынған жарақаттардың көрсетпелері жоқ. Қан талау нелер болады да, ондай не жоқ, өзгерістер. Соң үшін біз өлімден кейін түскен жарақат деп қорытынды бердік. Енді бұл жерде өлім себебі бас ми жарақат деп табылды. Қазақта айтады, кебін киген келмейді, кебенек киген келеді дейді. Айбар ертең қанша жыл отырса да, 25 жыл отырса да Айбар ертең қайтып келеді. А біздің қызымыз қайтып келмейді. Одан кейін біздің қызымыз о дүниеге кеткенде, біз оның жарқын бейнесін көз алдымызға елестете алмайтындай, көгала қойдай беті ғана біздің ойымызда, көңілімізде, көз алдымызда қалды. Біз сондай болады деп ойлаған жоқпыз. Енді біз соттың адалдығына, әділдігіне сенеміз.